Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Құрметті көрермендер, Аллаға шүкір, қазір еліміз, жеріміз тыныш, жаймашуақ күндер, өз жерімізде табиғи өнімдер шығарып, халыққа ұсынып, оны бүткіл шетелге таныстырып келе жатқан біздің бірнеше жылдық осы біздің жастар телеарнасында болды, СТВ телеарнасында көрсетіп келе жатқан Жытайым, яғни Алтын уақыт корпорациясы. Онда шунгит өнімінен жасалған табиғи өнімдер, сабын, яғни дәл қазіргі сәт жаз кезі, әсіресе ауылда диқандар әртүрлі еңбекпен, қара жұмыспен айналысатын адамдарда тер басады, қолтығы терлейді, аяғынан шуаштың иісі шығады, ауыздан жаман иіс шығады. Қысқасы терлеп қара жұмыспен айналысқан адамға өте қажетті өнімдер бар. Яғни шунгиттан жасалған, Өскеменде шығарылған. Яғни бұл сабындар. Қазір сабынды сіздерге осы компанияның топ лидері және осы еңбекқор адамдар, бақ қонып қыдыр дарыған адамдар біздің студияға келіп отыр. Яғни еңбегінің жемісін көріп, тұрғын өзіне үй алған осы компаниядан және астына темір тұлпар алған Ғалия ханым, миллионер адам келіп отыр студиямызда. Жанында ол кісінің келіні Лаура келіп отыр. Жанұялық бизнес десек те болады. Яғни бұл кісілерді ешкім күнделікті жұмысқа неге бармайсың, қайдасың деп есеп алмайды. Өздері өз еркілерімен рахаттанып өмір сүріп жүрген бақытты адамдар келіп отыр. Үнемі жаңағы бар адаммен, бар деп жан-жағына шуағын шашып жүретін осындай қазақтар көбейсін деп ниет қылайық, құрметті көрермендер, және оларға қолдау көрсетейік. Бұл өнімдер не себепті бұл кісі миллионер болып отыр? Бұл осы өнімді түсініп, өзге адамдарға ұсынып отыр. Және осы өнім 82 мемлекетке тарапта үлгіріпті. Егер аузыңыздар жаман иіс шықса, ішетін шунгиттен жасалған су, аяғыңыз терлесе сабын, қолтығыңыз терлесе тағы да сабын бар. Денеңізді терлеріңіздің бәрін жара басса, басыңыздың бәрі қотыр болып кетсе, онда да осы өнімді пайдалануға болады. Енді мен осы компанияны бірнеше жыл насихаттап келе жатырмын. Сондықтан барлығын дерлік бүгінгі күнге дейін жаттап алсын десем де болады. Дегенмен дәл қазіргі сәтте жаңадан өнімдер шығыпты. Ол өнімдердің кереметін қазір Ғалия ханым сіздерге әңгімелеп береді. Ал Ғалия ханым, өзіңіз айтып берсеңіз, қандай жаңалықтар бар сіздерде? Рахмет, Жұлдыз ханым. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздердің алдарыңызда біздің Қазақстанның белді компаниясы, Жытайым Corporation компаниясының дәл қазір өте керемет өнімдерімен сіздерді Шунгите Organic Line дейді, табиғи органикалық өнімдерімен сіздерді таныстырғым келіп отыр. Компанияның өнімдері 15 жылдан бастап өзінің төл зауытынан, Шұғыла Шунгит зауытынан шыға бастады. Компаниямыздың негізін қалаған Жұмағұлова Жанат Маулсейітқызы өзінің мамандығы дәрігер болғандықтан халықтың қамын ойлаған, халықтың денсаулығы менен әдемілігін және де қаржылық сауаттылығын, қаржылық тәуелсіздігін қамтамасыз еткен жанның бірі. Бүгінде 9 жыл болған Жытайым Corporation компаниясы бүгін біздің ғана елімізде емес, 84 мемлекеттің нарығында өзінің сүйікті де сүйкімді органикалық өнімдерімен танымал. Бүгінде біздің компаниямызды холдинг айланды деп айта аламыз, өйткені Алматы қаласының Алматы облысында 3 заводы бар. Шұғыла Шунгит заводы бар, Жытайым Corporation заводы бар, және Golden Time Group деген жаңа тағы да 18 жыл алынған үлкен керемет заводы бар. Қандай тамаша, өзіміздің қазақтардың да завод ашуға шамасы келді, өнім шығара бастады. Құтты болсын. Айтқаныңыз келсін. Жай ғана өнім емес, теңдес жоқ, Жұлдыз ханым өнім. Ол өнім неден жасалынады? Ол өнімдердің негізі мына өзіміздің Қазақстанның қойнауында жатқан мына қара шунгит минералының арқасы. Бұл минерал, былай қарасаңыз, дәл көмірге ұқсайды. Бұл әлем бойынша екі жерде бар. Ең бірінші Россияның Карелия автономдық республикасында жатқан болса, 3 ғасырдан бері әлем пайдаланып келсе, біздің Қазақстаннан осы 90-шы жылдардан кейін ғана бар екендігі анықталып, 2014 жылы біздің зауытымыз осы өнімнен толыққанды өнімдерді шығара бастады. Бүгінде өнімдеріміз 4 бағытта шығып жатыр. Ең бірінші
әдеміліктің кепілі болғандықтан бет күтіміне арналған, шаш күтіміне арналған, дене күтіміне арналған және арнайы шунгиттің құдіреті суды тазалайтын болғандықтан су тазалайтын құрылғыларымен, фильтрларымен, сүзгілерімен және де ол радиацияны қазіргі өте көп тарап тұрған радиацияны алатын қасиетіменен белгілі болғандықтан бізде арнайы пластиналар бар. Бүгін мен сіздерге барлық өнімдерді алып келмедік, бірақ та болашақтағы осы біздің эфиріміз жалғасын табады, сол кезде барлық өнімдермен сіздерді таныстырамын. Қазір біздің осы шунгит тасы арқылы, осы тастың құрамында 30-ға тарта менделеев элементі бар, оның ішінде фуллерен деген көміртек бар, соның арқасында жасуша деңгейінде жұмыс жасап жатыр. 48 сағатқа тұндырылады. Оның ең таза абсорбенті алынған 97% фуллереннің күші, ал мына тас күйінде 40%-ға дейін фуллерен күші бар. Сол суға тұндырылады. Мына жерде біз тұндырып қойдық. Міне қараңыздар, жуылып тұндырылады да, осы суды біздің өнімдерге құяды. Бірінші тасты жуып аласыз ба сонда? Бірінші жуып аласыздар, өйткені жерден алынған. Қанша салу керек? Неше тас салу керек? Мысалы, мына біздің арнайы сатылатын қорапшада 500 грамм бар. Бұл мысалы аз отбасына 3-4 адамы бар отбасына 1 жылға жетеді. 500 граммы сіздерге күніне 12 литр суды сіздерге жанды су қып береді. Бұлайша жанды су дейтініміз құрамын 30 элементпен байтып береді. Тірі суға айландырады. Тірі суға айландырады. Енді бұлай емдік суға айландырады. Емдік суға айландырады. Мысалы, ғалымдар оны Нобелевская вода дейді, медицинада структурированная, яғни құрамы өзгерген су дейді. Біз ауызекі тілде емдік су дейміз. Өзіңіз дұрыс айтып отырсыз, Жұлдыз ханым. Осы су біздің ең бірінші адам ағзасына керек, ол салауатты өмірдің сипаты су болғандықтан, тірі су ішетін болсаңыздар, бірден иммуналдық сіздердің қасиеттеріңіз көтеріледі. Соған байланысты біз аурулардан ада болуға өте үлкен септігін тигізеді. Оны қандай ауруларға, мысалы, ауырып отырған қандай ауруларға ішуге болады? Иммунный системамыз көтерілгеннен кез келген, мысалы, іштегі біздің қан қысымы көтерілуі, оның барлығы біздің қан түтікшелерінің тұтасып қалуына байланысты әртүрлі заттармен. Соның барлығын тазалайды. Суды көбірек ішетін болсақ, ол тірі су сіздердің ағзаларыңызды тазалау арқылы, біздің ішектеріміз арқылы иммунный системамызды көтереді. Өздеріңіз білесіздер, көп адамдардың қан қысымдары реттеліп жатыр, қант ауруларына өте жақсы көмектесіп жатыр, түсіріп жатыр қант ауруларын. Және де қандай ағзамызда ақау бар, соның бәріне осы судың көмегі өте керемет. Ал сыртқы біздің ағзамызды, жалпы біздің бүкіл органдарымызда жауып тұрған тері. Осы терімізді жанайғайы дейді ғой, осы теріні тек қана біздің өнімдер 100% мен сіздерге кепілдік беремін. Қазір медицинаның күші келмей жатқан псориаз ауруы бар, витилиго, тағы да экземалардың көптеген тері ауруларына медициналық құралғылардың шамасы келмей жатса, шунгит соған көмекке келіп жатыр. Сондықтан, құрметті достар, бізде өте көп нәтиже бар. Осы жуық арада ғана өздеріңіз көп, егер интернет жүйесін қарасаңыздар, Әсел деген қызымыз 3 айдың ішінде осы псориаз ауруынан 90% денесінде псориаз болған, оның түрлері өте көп, бірақ ол кісінің псориазы 3 айдың ішінде таза жазылды. Қазір бәр жерде өзінің интервью беріп жатыр. Қандай тамаша, енді бұл суды таңертең жатарда дайындап қояды, иә? Оны сіздер суға қай уақыт екені белгісіз, ол қай уақытта уақытыңыз болады. Сіз бір мына 500 граммы 6-7 литрге арналған 12 сағатта суыңыз дайын болады. Сонда бір сөткіде 2 рет 6-7 литр суды дайындап алуларыңызға болады. Күніне неше литр су ішеді, неше стақан ішеді бір адам? Енді күніне бізге қазір жас ұлғайған сайын 2-3 литрға дейін ішіңіздер деп айтады ғой медицина. Енді 2 литр, 2,5 литр суды, бұл өте жұмсақ, ішуге іше алмаймын, су іше алмаймын деген адамдарға да өте көмегі күшті. Суды еркін ішесіздер, өте жұмсақ, тәтті су болады. О, тәтті су екенін шунгит суын ішкен кезде білесіздер. Былай айтсаңыз, тәтті су деген қалай ол деп ойлайды ғой. Бірақ та қазір өздеріңіз салыстырма түрде ішуіңізге болады. Біреуін краннан құйып қойды, қазір мына шунгит суы әлі толық тұндырылмаған, соның өзінде сіз
екеуінің айырмашылығын көре аласыз. Өте жақсы. Енді мына сабынды мен бұрын көрген сабыным мына ақ сабын болған. Енді қара сабын пайда болды. Бізде бүгінде екі түрлі шунгит сабыны бар. 15 жылы біздің ең бірінші Чухла шунгит заводының бірінші өнімі классикалық сабын. Бұл сабынның құрамы қолдан жасалынады. Ішінде Алтай тауының 20-дан артық шөбі бар. 4 түрлі май бар, оның екеуі Қазақстаннан. Күнбағыс майы менен соя майы қосылған, какао, кокос майы қосылған. Олар шет елдерден алынады. Қалған әрине шунгиттің суы құйылған, сондықтан бұның технологиясы өте көне, араб елінен алынған технология, біздің сұлтан билеріміз жуынған сабын, сондықтан бүгін 101 аурудың емі деп пайдаланып жүрміз. Бастан, шаштан бастап аяққа дейін көмектеседі. Енді оған қосымша одан да керемет сабынымыз, тмин майы қосылған сабынымыз біздің бүгінде 19 жылдан бастап шыға бастады. Жаңағы 4 майға пальма зире майы қосылады. Одан кейін барып шунгиттің өзі қара болып тұрған түрі, шунгиттің өзі ұнтақталынып қосылады. Оның кейін шунгит суы бар. Сондықтан қойдың майы да қосылған айтпақшы. Сондықтан бұл сыртқы денеге как суықтап қалған кездеріңізде өте көмегі күшті. Сондықтан бұны енді қараңыз, жаңағы үйде астауға түсіп немесе жаңағы хамам дейді ғой, енді моншаға түскен кезде осымен сабындан жууну керек. Сабындан жусаңыздар ылғалдандырады. Бетті жууға болмайды, бірақ сразу айтамын. Басты жууға бола ма? Басты жууға болады, шаштың түспеуіне көмектеседі, шаштың өзінің реңін алуына көмектеседі. Одан кейін көптеген тағы да басқа, мысалы, көтеншектің шығуы бар, сондайлардың бәріне біздің сабындар өте жақсы көмектеседі. Және жараларды кетіреді. Жараларды кетіреді. Жаңа псориаз жазылу дегенді ойлай беріңіз енді. Соған бізде мынадан басқа сабын құр өзі емес, бізде ақаулы теріге арналған арнайы крем бар. Сол екеуінің қосындысыменен жасалынады оның барлығы. Сіздер бізге хабарлассаңыздар, әр ауруға қалай көмектеседі. Бұдан да басқа біздің өнімдеріміз өте көп қой, солардың барлығын біз айтамыз. Енді Қазақстанда шығып отыр ғой. Енді мына өнімді соқтаған адамға кез келген жерде, ауылды жерлерде өте пайдалы деп ойлаймын. Жаңағы денедегі жағымсыз иістерді кетіруге де өте пайдалы деп ойлаймын. Бұл енді бағасы, мысалы, ауыл тұрғындары ала ма осының бағасы қанша? Алады, өте қолжетімді. Сол 15 жылы ол бір қорабы 5000 болып шыққан. Бүгінге дейін сол қораптың ішінде 4 данасы болады. Сол 5000 теңге тұрады. Өте, мысалы, 1250 теңге. Емдік қасиеті өте жоғары. Мысалы, көздің ішін жуатын болсаңыздар, көздегі ақауларды кетіреді. Сонан кейін жаңа біз айтып жатырмыз ғой, сыртқы тері аурулары, иіс шығуы деген жатсыздар, грибок дегендердің барлығы. Аяқтың шуашы ол грибок. Осының барлығына көмектесіп жатқан бірнеше адамдардан өте көп бізде комментарийлар келіп жатады. Сондықтан біз сіздерге кепілдік бере аламыз өнімдеріміз туралы. Яғни бір тал сабын 1250 теңге екен. Заводтағы бағасы, бірақ біз мысалы оны еркін түрде 2000 теңгеге сата аламыз. Әрі табыс көз десеңізші, табыс көзі әрі, табыс көз екінші денсаулық. Енді жақсыны көрмекке деген осының кешен бұл сабындарды, әрине қара сабынды мен пайдаланып көрген жоқпын. Мұны ақ сабынды біраз уақыт пайдаланған, бұның пайдасы өте жоғары, және басқа адамдарға бергенде де олар алғысын білдірген болатын маған. Енді мына суды да бірінші рет көріп отырмын, енді жаңа өнім шығыпты, жақсыны көрмекке деген. Ғалия ханым, миллионер ханымымыз қазір маған шунгит минералынан дайын болған суды құйғанша, мен қарапайым суды ішіп көрейін, оның дәмі қандай, екеуінің шынымен өзгерісі бар ма, жоқ па, байқайық. Мынау кәдімгі кранның суы. Қазір көрейік. Бисмиллахиррахманиррахим. Шөлдеп отырайық. Әдеттегідей су, кранның суы бір қатты болады ғой? Хлордың иісі болады. Қатты. Мына су енді толық дайындалмаса да, сразу қазір реакция, химиялық реакция жүреді түрлі түсті. Жаңағы көрдіңіз бе, түсі жүріп жатыр. 12 сағатта ол тап-таза су болып тұрады. Түсі де менің көйлегіме ұқсас болып кеткен сияқты. Бисмиллахиррахманиррахим. Таудың мөлдір бұлақтың су болады ғой.
бұлақтың суына ұқсайды екен. Өте дұрыс айтасыз. Оның кейін 12 сағаттан кейін ішкен кезде ол өте жұмсақ болады. Қанша ішсеңіз де тоймайтын су болады. Мына суды ішкенде адамды бір өзіне тартады екен, мен аға жуынғым келіп кетті. Өте дұрыс Үстіне бір айтасыз. шелек құйып жіберсе қандай керемет Өте болар дұрыс еді. айтасыз. Менің өзімнің кішкентай дүниеге немерем келгенде қыз бала ғой деп таза осы шунгит суына шомылдырдық. Дүниеге келген күннен бастап өте тез ширады, денесінде бір қызарған болмады. Қандай Сондықтан тамаша. бұл шунгит емдік қасиетті су болғандықтан қалай пайдалансаңыздар да ешқандай зияны жоқ. Тек пайдасын көресіздер. Құрметті Тамаша. достар. Енді әгі күріштің арқасында күрмек су ішеді деп, осы бағдарламаны жүргізе отырып, мұны Ғалия ханымның шунгит табиғи минералды өнімнен жасалған суын іштім. Енді эфирден кейін де Алла қаласа суды ішіп, ары қарай сіздерге нәтижесін айтамыз. Бірден енді осы бағдарламаны жүргізгендіктен бекер адам таз бола ма дегендей, осы денсаулық бағдарламасын жүргізгеннен кейін біз осы саланың маманы болып кеттік. Кез келген өнімді ішкенде де, жаққанда да бірден сеземіз. Қандай емші келсе, оның емі қалай жүріп тұр, оны да сезе білетін Алла тағала сондай қасиет бергендіктен осы саланы насихаттап отырмыз. Егер сіз ұшқышты, ұшақ туралы әңгіме айтатын болсаңыз, ұшқыш болуыңыз керек. Емші туралы әңгіме айтатын болсаңыз, емші болуыңыз керек. Сол сияқты бұл денсаулық әлемі бағдарламасын жүргізгеннен кейін осы салаға біз маманданып кеткен журналистпіз. Ендеше жақсыны көрмекке деген құрметті көрермендер, экранда телефон жазылып тұр, эфир тікелей өтіп жатыр. Сұрақтарыңыз, лебіздеріңіз болса, комментарийға қалдыра берсеңіздер болады. Ал енді мына жақсыны көрмекке деген жақсы нәрсені әрқашанда адам үйреніп кетеді және пайдалы, өзгелерге айтсаңыз тіптен сауап болады. Және кез келген қазақстандық көрермен бұл суды да, жаңағы сабынды да ала алады екен. Ал енді сіздің жаныңызда Лаура келіп отыр. Лаураны маған бет күтімін, яғни қазақстандық табиғи өнім шунгит минералынан жасалған керемет су сабындар, тағы жаңа крем дейді ғой, енді айтқанда қазақша су сабын дейді, май дейді. Соларды жағып қазір менің бетімді жөндеп берем деп жатыр. Енді мен таңертең кәріс өнімін жаққанмын, оны бетке сеуіп, сосын кейін қолма-қол жақсаң, кеш батқанша керемет әсерге бөленесің деп айтқан еді. Бұны енді қазір өнер жұлдыздарының бәрі жағып қолданып жатыр екен. Дегенмен менің жүрегім, өзім бүйрегім, өзінің қазақстандық өнім болса деп армандаймын. Енді сөйтіп сол тілек қабыл болды. Қазақстандық өнім пайда болды, құрметті көрермендер. Елдің өзге елді байытқанша өз елімізді байытайық. Өзіміздің табиғи өнімдерімізді алып мақтанайық. Оны өзгелерге сатып, Қазақстанды, қазағымызды байытайық демекшіміз. Сонымен өмірімде бірінші экран алдында осылай жаңағы мастер-класс дейді ғой, бұл кісі енді керемет шеберлік класс көрсетеді, өнер бізге бетке жағып, жақсының жақсылығына шарапатын тасысын дейді. Ғалия ханыммен біз 2014-15 жылы таныссақ, қазір 2021 жылы. 6 жылдан кейін Ғалия ханым миллионер болып келіп отыр. Еңбек түбі жеңбек деген құрметті көрермендер, барлығы өз қолымызда екен және ақыл, ойлау, парасат санамызда екен. Бір-бірімізді батыр десек, бұлар елдің баласы бірін-бірі батыр деп айтады дейді. Өзімізді өзіміз көтермесек, бізді кім көтереді дегендей. Ендеше табиғи өнімді алып, қазақстандық шунгит өнімін алып, өз денсаулығымызға пайда келтірейік. Денсаулық әр адамға берілген, Алла тағаладан берген аманат. Сонымен бұл бетке жасаудағы ерекшелік неде? Қалай пайдалануға болады? Комментарий беріп өтсеңіз. Біздің енді өнімдер жаңа ғана басында айтып кеттім ғой, бірінші денсаулық деп, екінші әдемілік дедік. Біз енді әйел жолдастар әдемілікті өте жақсы көреміз. Екінші мына шунгит өнімінің ең бір қасиеті бүкіл жасушаларды, клеткаларды қалпына келтіріп, жаңартып, жасартатын қасиеті болғандықтан ең бірінші біздің компания, біздің ғалымдарымыз Ефрем Сергей Анатольевич, ол кісінің ерен еңбегін айтпай кету мүмкін емес. Сол кісінің еңбегінен шығып жатқан өнімдер, сол кісі бізге косметиканы толығынан, әйел заттарына керекті косметиканы берді. Қазір соңғы міне биылғы жылы мынандай пандемияға қарамастан бізге жаңа өнімдер қосылды. Ол өнім сіздің айтып отырған Корея өнімінен ешқандай артық болмаса кем емес. Беттің күтіміне арналған күндізгі, кешкі крем. Оған дейін бізде жасартатын
ылғалдандыратын және ақаулы теріге арналған кремдер болған. Қазір күндізгі, кешкі және ағартатын крем шықты. Қандай тамаша. Именно отбеливающий. Адамның терісінде 3 түрлі қарадақтар болады екен. Біреуі туа біткен, екіншісі приобретенный дейді. Бұлай өмірді алған жүре біткен. Үшіншісі жас келгеннен кейін пайда болатын по возрасту дейді. Соның барлығында қатты көмектеседі. Ол жуықта ғана шықты, мен өзім пайдаланып жатырмын. Керемет. Бүгін сіздің бетіңізді әрлеп беретін Лаура менің келінім. Косметолог, консультант. Сол кісі қазір біздегі маскалар менен. Бізде 3 түрлі скраб бар, 2 түрлі маска бар, майларымыз бар. Барлығын әрлейтін барлық заттар бар. Сонымен сіз бір рет қана алған кезде, бір 20 минуттық мастер-класста сіз бетіңіздегі жұмыс жасалынып жатқан косметиканы сезесіз. Сол үшін біз сізді осыны көрсін деп. Енді бұған жату керек пе, отыру керек пе? Жоқ, жатып істесеңіз, денеңіз қабылдайды, босайды и қабылдап жатасыз. Сондықтан сізді солай сұрап тұрмыз. Құрметті көрермендер, жаңағы өзге елдің өнімі болса, мен бүйтіп халыққа көрсетпес едім. Өзіміздің елдің өнімі болғандықтан, Ғалия ханымның шарапатын, жақсылығын көргендіктен, мен осыған бел буып, сіздерге қазір біздің келін дейміз, бір жағынан Ғалияның келіні ғой, екінші жағынан кеңесші косметолог, маған қандай жаңа керемет көрсетеді екен. Менімен бірге болыңыздар, байқап көрейік қазақстандық өнімді, біздің бетімізді қалай әрлейді екен. Рахмет. Шунгете органик лайн дейді. Табиғи органикалық өнім бүгін біз сіздермен бірге. Бисмиллахиррахманиррахим. Сен бетіндегі нені кетіріп сүртіп тастайсыз сонда? Ал іске сәттілік. Мен текке отырмайын, құрметті көрермендер. Қазір әрлеу жұмысы басталады. Қарап отырыңыздар. Мен оның жанында отырып, тағы да өнімдер туралы айтып кете берейін. Жаңа емдік қасиеті бар өнімдерден осы 2 сабынымыз, онан басқа қамқор деген креміміз бар, біздің әрбір үйде болатын. Жаңа тас әрбір үйде болсын. Яғни тірі тас дейміз ғой, жаңағы тірі су ішем десеңіздер, бұл тас қол жетімді, өте бағасы төмен. Бұл әрине тас біздің Шығыс Қазақстаннан шығарылып жатыр. Мына Алакөлді өздеріңіз жақсы білсеңіздер, Алакөлдің суының да құдіретті болып тұруы Шунгиттің арқасы екен, қазір бүкіл ғалымдар дәлелдеп беріп жатыр, иә. Ендеше көбінде тері аурулары бар Алакөлге, ендеше осының барлығы Шунгиттің суды әрлеуіне байланысты екен. Енді қазір Лаура, өзіңіз айтып отырасыз ба, қаттырақ не жасап жатқаныңызды? Қазіргі таңда тазалап алдыңыз? Иә, тазалап алдым. Жұлдыз ханымның бетін жақсылап жуып алдым, демакияжын түсіріп алдым. Енді мынандай тазалаушы скраб бар. Бұл шылыхой какао деп аталады. Тегінде бізде 3 түрлі скраб бар. Жұлдыз ханымның бетіне осы скрабты қолданамын. Өйткені беті өте нәзік ол кісінің. Сол себепті осы скрабты қолданған жөн. Тазалаушы скраб деп аталады. Міне. Қазір мен массажды движениялармен, осындай әрекеттермен беттегі өлі терілерді түсіріп аламыз. Біздің Жидайым Корпорейшн компаниясының бүгінгі қол жетімді өнімдерін сіздер пайдалана отырып, өздеріңіздің ақаулы керемет акне дейді ғой, қазір жас балаларда өте дұрыс тамақтанбауға байланысты, климаттық біздің әрекеттерге байланысты өте көп балаларда беттері бұзылып, безеуден басталып, ары қарай дерматикоздың түрі болып жатыр. Сондай көп адамдар бізде косметикалық косметология дейді ғой, бізде өте жақсы дамыған кабинеттеріміз бар. Гүлнар Бөкеновна косметологымыз бар. Сол кісінің дайындап шығарып жатқан осындай кеңесші косметолог консультанттарымыз бізге көптеген мүмкіндіктерді беріп жатыр. Беттеріңізді мүлдем қиналып жүрген сәттеріңізде бізден шипа табуға болады.
Лаура бізде көп өте ақаулы терілерменен жұмыс жасап көрді. Нәтижелері өте керемет. Жаңағы жазылмайды деп үйде қолын бір сілтеп отырған клеш деген бар, подкожный клеш дейді. Соның барлығында біздің өнім сыртқа шығарып жөндеп жатыр. Дематикоздың ауыр түрлерінде розация дейді, қызаратын беттер болады. Мына капиллярлар жақын орналасқан. Соның барлығында біздің өнімдер көмектеседі. Сондықтан құрметті көрермендер, мен бос отырмайын деп жатырмын. Сіздер біздің телефон нөмірлеріне хабарласып, өздеріңізде кімде қандай жаныңыздағы, маңайыңыздағы адамдарда осы тері ауруларына байланысты басқа да сұрақтарыңыз болса, еркін қойыңыздар. Біз сіздерге жауап беруге дайынбыз. Және де келесі эфирларда біз өзіміздің толық 60-қа жуық өнімдерімізді алып келіп, сіздермен әрқайсысымен таныстыруға әрине біз міндеттіміз және таныстырамыз деп ойлаймыз. Жұлдыз ханым жаңа айтып кетті, бұл кісімен мен көп жылдан бері таныспын. Біздің шунгит өнімдерін пайдаланып көрген жан. Сондықтан бүгін денсаулық әлеміне бізді шақыруда тегін емес, құрметті достар. Қазіргі таңда тазалаушы маска дейді. Мына тері түтіктеріне еніп тазалайды. Мына тазалаушы маска дегеніміз. Сондай өзі рөлді атқарады. Сол себепті порларды қазір ашып аламыз толығымен. Осы жерде қосып кетейін, біздің маскаларымыз, бір маскамыз 60 рет осындай әрлеу жұмысына қатысады. Және де өте жоғары сапасы өте жоғары. Ішіндегі глина дейді ғой, ақ балшығы біздің әрине Шығыс Қазақстан әлемді сусындандырып отырған Шығыс Қазақстанның ақ балшығынан жасалынады. Және де құрамындағы ингредиенттерінің барлығы ғылыми түрде жасалғандықтан біз өте мақтап айта аламыз. Ал енді келесі жасайтын процедурамыз ол бетке массаж. Массаж жасаған кезде бет түтіктеріндегі ішіндегі токсиндер мен шлактар шығады. Ол үшін майды қолданамыз. Бұл тегінде күн сәулесін масло для загара дейді. Күн сәулесін алуға арналған май, бірақ та ішінде витаминдер мен майлар болғандықтан ол косметологияға өте жақсы қолданысқа ие. Көрдіңіздер ме, біздің осы масло для загара деп тұрады. Күн сәулесіне, мысалы шетелге демалуға барсаңыздар, өте жақсы күн сәулесін қабылдайды. 10-шы SPF деп аталады. Ал енді оның бір кереметтігін айтайын ба? Жай ғана бетті, мысалы қазір косметикалық қазір не жасайды, массаж жасайды. Соған да күшті көмектеседі. Оның кейін бұл майды тізелерге, көбінде бізде адамдар тізелер ауыра бастайды. Сол кезде өзіміздің кәдімгі тұзбен араластырып тізеге жағып жатыр. Қазір өте жақсы көмектеседі деп. Шашты да майыменен қалған қолдың қалдығын шашыңызға жақсаңыз, шашыңызды әрлеп береді. Біздің әрбір өніміз бір жақты емес, бірнеше жақты пайдалануға болады. Енді қазір массаж неге жасалынып жатыр? Бет түтікшелерін ашып алды, жаңағы не арқылы, маска арқылы, өлі терілерді алып тастағаннан кейін, енді бет не істеп тұр? Күтім қажет етіп тұр. Сондықтан қазір әртүрлі массаждарменен біздің беттегі барлық бұлшық еттерді босатып, өзінің кезекті линияларымен дейді, бет линияларымен жасап жатыр. Көрдіңіздер ме? Жұлдыз ханым, ұнап жатқан шығар. Керемет демалыс болып жатыр. Мына майдың иісіне дейін керемет. Майдың иісі де керемет. Шашқа арнайы жағып қойса бола ма? Болады. Шашыңыз жылтырап не береді? Емді қасиет береді. Енді қазір тек бетті жасап жатыр ғой. Ал енді арнайы келсеңіздер мастер-классқа, сіздердің мына мойын декольте дейді ғой, соның барлығына жасалынады.
шашқа да жасалынады. Барлығына массаж жасалынады. Қазір біз бетті ғана әрлеп жатырмыз. Сондықтан хабарласыңыздар. Бұл енді ақысыз жасап бересіздер ғой, мастер-класс сіздерге? Мастер-классты оны бірінші жолында ақысыз болады. Ұнап жатса, сіздер ары қарай ол келісіммен болады. Өйткені арнайы кабинет бар ғой? Кабинет бар арнайы. Онан кейін бұл өте көп энергия жұмсалады. Сондықтан күніне бізде өте көп адамдар келеді. Сондықтан оның барлығын өздеріңіз келес сөйлесесіздер. Бір адамдарға өте аз уақыт кетеді. Басқа қалдарда бар? Оны да айта кетейік, дұрыс сұрақ қойдыңыз, Жұлдыз ханым. Бізде Алматы қаласында бас кеңсеміз алынған, өте үлкен 5 этажды, Рысқұлбекова 34, Алматы қаласында. Ал енді Астана қаласында да бар, бізде арнайы компанияның өзінің офисі бар. Алматы облысы Талдықорғанда бар. Онан кейін 12 қалада компания өзі арендовать етіп, яғни жалға алып отырған офистар бар. Сондықтан хабарлассаңыздар, біз сіздерге толық ақпаратты береміз. Телефоныңызға комментарий жазып жатқан адамдар бар ма екен? Оны қарамадық. Қарап қояйық, жазып жатса. Біз жазып қойыпты, шунгит емес дейді. Көрдіңіздер ме, жаңағы тұрған шунгит емес, басқа нәрсе тұр деп қойыпты. Жаңа бірден шунгитті қоймағанымыз. Уже ескертіп жатыр. Қараңыздар деп жатыр, қарап отырау әлі ешкім маған түскен жоқ. Сондықтан көріп отырған көрермендер, сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып, бізден сұрауларыңызға болады. Майды қолға жақ қойса бола ма, крем сияқты? Болады. Беттеріңізге де жағып, онан кейін кейде крем жақпауға да болады. Негізінде бұл неге арналған ғой? Загар алуға арналған. Сондықтан далаға шығып кетпеңіздер, загар алып қаласыздар. Кешке жатарда жағып, оны жуып тастаңыздар. Ал бізде арнайы күн сәулесіне қарсы SPF дейді ғой, кремдер бар. 25, 35, сақтандыратын 50. Қазір енді біздің Алматы қаласында біз көбінде 35-ті айтамыз. Ал енді мына оңтүстік жаққа, Шымкент, Қызылорда, сол өте күн сәулесі жоғары жақтарға біз 50-лік SPF-тарды жібереміз. Соны жағып алса күн сәулесі өтпейді? Иә, күн сәулесі өтпейді, сіздердің сақтайды. Және де өзі крем ретінде, өзі тональный крем ретінде жаңа біздер қыз жолдастар, әйел жолдастар жақсы көреді ғой. Соған да және бәрінен жақсы ғой. Біз көбінде соны пайдаланамыз. Енді мен қазір эфирден кейін көшеге шығам ғой, оны жуып тастауым керек пе бетімді? Жоқ, қазір сізге басқа кремдер жағып береді ғой, жуады ғой қазір. Қайтадан қазір қарап отырыңыздар, осыменен қалдырмайды қазір. Бұл массаж үшін жасады сізге. Қазір жуып тастайды. Массажын өзі бір керемет екен. Көрдіңіздер ме, біздің мастерлар қандай қолдары? Жайма шуақ күнде бұлай арнайы кабинетке барса, эфир болып жатқан соң ұйықтаудан ұялып отырмын, әйтпесе ұйқым келіп кетті, шын айтқанда. Рақаттанып демалуға болады екен. Иә, өзіміз ұйықтап қаламыз осы. 1 сағат массажға жастыққан кезде біз кәдімгі ұйықтап кетеміз. Өйткені ең біздің өте күтімді қажет ететін бет қой. Күннің сәулесіне де, аязға да, бәріне ашық жүретін бет терісі болғандықтан, біз оны қол бет терісін өте күтуіміз қажет. Және де бізде дене күтіміне арналған лосьондар бар. Өте керемет ылғалдандырады, 3 түрі бар. Қараңыздаршы. Қараңыздар. Қап-қара шлак. Шпонжикте мынау сіздің массаждан кейін бетіңізді сүрткем. Мынау сіздің бетіңіздегі тұрған шлактар мен токсиндер. Жаңа терінің тесіктерін ашып ішін алып шықты, иә, тазалап? Иә, көрдіңіздер ме? Массаждан ғана шығады. Осылай.
былай шықпайды. Ал енді күнде адам өзі жасап жүрсе өйстіп шыға бере ме? Өзі Күнде жасау керек па, әлде аптасына бір рет пе? массажды күнде жасауға болады, ал толық процедураларды, скраб маскаларды аптасына 1-2 рет қана. Бұлар сонда өздері бұлай жиынтық болып бірге сатыла ма, әлде бөлек-бөлек сатыла ма? Бөлек-бөлек сатуға болады, сатып алуға болады. Ал екінші комплексный уход жасап алғысы келсе, адам онда жиынтық ретінде де сатып алуға мүмкіндік бар. Негізінде біреу алып қойсаңыздар, сіздерге ол енді бірнеше жылға жетеді. Холодильникте сақтайсыздар, қалтасында холодильниктің. Ұзаққа жетеді ғой сонда. Өте тиімді десеңізші. Өте тиімді. Өзі арзан, өзі сапалы, өзі керемет деңізші. Біздің маскаларымыздың да бағасы қазір өте қолжетімді. Құрметті достар, бұл 25 мың тұрған, қазір бұл бағасы өте төмендеді. Неге десеңіздер, қазір біздің компанияның көп мүмкіндіктері қазір дамыды дегенді көрсетуге болады. Бізде өзіміздің Экохим Өскемендегі заводтан да бізде өзімізге қолжетімді бағамен түсетін болғандықтан бізде өнімдердің бағасы қазір өте қолжетімді. Қазір 8 мың, осы маскалар. Маскалар 8 мыңға түсті. Ол дегенің керемет, құрметті достар. Бір жылға жетеді. Бір жылдан да артық жетеді, өзіңіз жалғыз пайдалансаңыз. Қазір мен ылғалдандыратын масканы жағып жатырмын. Тері түтіктерін ылғалдандырып, тері түтіктерін жабады. Ана көбік сияқты болып естіп отырма. Көбік емес, ол уыз ба, сондай. Қазір бір салқын сезім бетіңізде пайда болады. Масканы толығымен жағып біткенде салқын сезім пайда болады. Ол бетке сіңіп кетіп бара жатқан сияқты. Сінеді, ылғалдандырады және де тері түтіктерін жабады. Қазір енді массаждан кейін тері түтіктеріміз ашық, тазаланған. Сол үшін біз оны міндетті түрде жабуымыз керек. Жаппасақ қайтадан кірлеп қалады. Шлактар, токсиндер кіріп алады ортасына. Онда осы крем арқылы да жауып қойымыз сонда? Ашып жауып жүрміз, сол күнделікті тазалап әлде? Күнделікті керек емес, ол аптасына 1-2 рет қана. Процедураны толық жасауға аптасына 1-2 рет қана жасауға болады, ал массажды күнде жасауға болады. Сіз сияқты шебер жаңа массаж 2-1 жасай алмайды ғой. Сізден барып сабақ алуға бола ма сонда? Көріп отырған көрермендеріміз? Сабақты бізде біздің мастер тренер деп айтсақ бола ма? Қалай дұрыс болады? Гүлнар Бокеновна Мырзабекова деген біздің компанияның топ лидері, ол кісі, сол кісі үйретеді осы шеберлікке. Бұл ақылы. Бізде өте арзан бағада сіздер консультант, косметолог дейді ғой, сондай мамандықты алуларыңызға болады, сертифицированный, және де біздің таза өнімменен жұмыс жасауларыңызға болады. Қазір Жұлдыз ханымның беті жаңағыдей түтікшенің бәрі ашылды, одан кейін массажбенен оның ішіндегі токсинді түге шығарды. Көрдіңіздер қандай қап-қара болып шықты. Бұлай өзіңіз ұялып қаласыз, жумаған сияқты болып қаласыз, ойлайсыз сөйтіп. Ол біз білмейміз оны. Енді қазір сол түтікшелердің ішін қайтадан біздің увлажняющий маска дейді, ылғалдандыратын, толық сіңіп, керек заттарын алып, оның түтікшені жауып, беттеріңізді керемет күйге кешеді. Осы маскадан кейін беттеріңізді ұстай бергілеріңіз келеді. Вот міне соңғы... Тұра берсін бола ма? Жоқ, қазір осыны 2-3 минут ұстасын, сіңсін, жабылсын, оның кейін барып, арғарай процедураңыз уже аяқталып қалды. Негізінде өте тікелей эфир болғандықтан. Жоқ, крем жағып. соңында крем жағып, содан кейін SPF крем жағып беремін. Тағы екі крем жағылады. Өйткені процедурадан кейін көбісі енді үйге қайтады ғой. Келіп жасатып жатқаннан кейін, далаға шыққаннан кейін міндетті түрде защита қойып беруіміз керек. Ол защитамыз бізде мынандай SPF креміміз. Мынау как әрлеп береді, керемет. Тағы да мен қаттырақ микрофон қасымда тұрғаннан кейін, мен тағы да жалғап жіберейін. Қазір мына өте аз уақыттар ұстап отырмыз ғой, өзінің уақыты бар. Әдейілеп келсеңіздер. Міне қазір ылғалдандыратын масканы алып тастайды. Қолыңызбен оның бетіңізді ұстап көруіңізге болады. Қазір онан кейін крем жағылады, питание.
одан кейін ең соңында жаңа SPF крем дедік, біз күн сәулесінен қорғайтын кремінен защита қойып береді. Соныменен көшеде емін-еркін біздің өнімнен кейін қазір бірден өзіңіз Жұлдыз ханым өзі айтады қазір қандай әсер алып жатыр болғаннан кейін. Сондықтан құрметті көрермендер, біз көбінде шетелдің өнімдеріне жақсы қараймыз, ал өзіміздің де табиғи өніміміз бар екенін ұмытпаңыздар. Және де бұл өнім былай қарағанда органика деген сөз, қазір табиғи деген нәрсе өте маңызды. Және де өзіміздің жерімізден шыққан шунгит, өзіміздің майларымыз, өзіміздің шөптеріміз, өзіміздің Алматы қаласында шығып жатқан өнімменен біз 84 мемлекетті өте теңдесі жоқ өнімдерімізбен мақтанып көрсетіп жатырмыз. Біз Сұлу Экспо Алматы қаласында, Астана қаласында өтетін көрмелерге 9 рет қатыстық. Қазір Германияда өтетін бір керемет көрмеге де қатысқалы жатырмыз. Оның кейін Москваға шақыртылған, өздеріңіз жақсы білесіздер. Қандай бірдеме шарым деген, көрме өтеді, оған да шақырылған. Қазіргі мына карантин бізге көп кедергі жасады. Сондықтан құрметті достар, әлемдік дәрежеде орнын бар, сұранысқа ие өнімдеріміз сіздер үшін қол жетімді бағада. Хабарласыңыздар, төменгі номерларға хабарласып, өздеріңіздің кеңес алуларыңызға мүмкіндік бар екенін айтып жатырмыз. Әрине, рахметіңізді айтамыз. Мына өнімдерді сіз поштамен жібересіз бе, қалай жеткізесіз? Жеткізу бізде, егерде көп алсаңыздар, компания өз жеткізіп береді. Егер аз мөлшерде алсаңыздар, біз өзіміз почта бөлімінен жіберіп береміз адрестеріңізге. Қаланың ішінде болса қалай? Қаланың ішінде де ұйымдастырып береміз оны. Ол жеткізу жағы қазір бізде өте қиындық нәрсе тудырмайды. Ал енді осыны кәсіп қылатын адамдарға сабақ бере аласыз өзіңіз? Әрине, мен кәсіп қылатын адамдарға біз кәсіби қазір жұмыс жасап жатырмыз. Мен бұл компанияда биыл 8 жыл болады, компаниямызға 9 жыл 19 майда толды. Мен 13-тен бері жұмыс жасап жатырмын. Сондықтан келіп жұмыс жасасаңыздар, қаржылық жағынан өз еңбектеріңіздің 85%-ы сіздердің әрине қалталарыңызға түседі. Біздің компанияның өнімдерін жарнамалау арқылы және ақпарат беру арқылы ғана сіздер үлкен табысқа жете аласыздар. Біздің компанияның ерекшелігі, біз ай сайын тауар алу міндеттемесі жоқ екендігін айтқым келеді. Екінші, бізде бал жасамаймыз, бір-бірімізге пайыз бермейміз. Оның кейін жасаған тауар айналымыз біздің жинақталып, сол жинақталған тауар айналымнан сіздер 85% өз еңбектеріңіздің жемісін аласыздар, сыйақыға ие боласыздар. Бізде ең үлкен құрылтайшылық бар. Үй бағдарламасы Жұлдыз ханым есіңізде ме? Менің 2 бөлмелі үй алғанда сіз келіп соны түсіріп бергенсіз. Одан кейін әрине автокөлік бағдарламасы, ол 14 жылдан бері жұмыс жасап жатыр. 600-ден артық автокөлік тегін бонус ретінде берілді. 12 үй бонус ретінде біздің серіктестерімізге берілді. Қай жастан бастап айналысуға болады? Жасына қарамаймыз, нәсіліне қарамаймыз, біліміне қарамаймыз. Қанша жасқа шейін 70-80 болса да? 80-де менің апам қазір машина алам ба деп жүр, сондықтан ол ешқандай шектеу қойылмайды. Біздікі MLM бизнес бойынша өнімдеріміз арнайы система дейді, маркетинг арқылы сіздерде бүкіл әлемге таратуға болады. Біздің Қазақстанда 2 сату жүйесі бар, MLM, SLM дейді. Сол MLM-ға қойылу себебі біздікі органикалық өнімдер әлемнің 4 бұрышына қазіргі интернет арқылы жету керек. Сондықтан біз осылай сату жүйесінде жүрміз. Ал енді өзіңіздің? Керемет, енді қараңыз. Адам өзін өзі күтсе дейді, бірінші өзінің пайғамбарымыздың хадисінде бар, өзінің қарақан басына жақсылық жасау керек екен. Өйткені денсаулық аманат деп тапсырылады ғой. Біз көбінде ең соңғы
жаңағы ауруханадан шығарылып тастаған кезде, тіпті соңғы тісіміз қалған кезде бірақ барамыз ғой неге, тіс салдыруға да. Сол сияқты денсаулықты күткенге не жетсін. Әрі еңбек ете білсеңіз, Алланы ұлықтай зікір ете отырып, әрі еңбек етсеңіз, әрине жаратушыны тани отырып, Алланың берген осындай керемет адам баласына берген мүмкіншілігін пайдалану қажет деп ойлаймын. Жаңағы маған мына Лаура массаж жасап бетімді тазалап жатқанда, біз енді халық емшілігімен айланысатын болғандықтан, көктен мынандай жарқаған күннің нұрын, жасыл нұрды көріп жаттым. Яғни Алланың нұры шапағаты жауып тұр деген сөз. Ол адамның Алла Тағаладан келіп тұрған, мына медитацияда айтады, махаббат дейді ғой. Сұлулық деп отыр ғой бұл кісілер. Адамға сұлулық келіп тұр, Алланың нұры жауып тұр деген сөз. Ендеше құрметті көрермендер, өздеріңізді күтіп үйреніңіздер. Қаланың қыз-келіншектері әрине күтінеді. Әсіресе біздің көрермендеріміз ауылды жерде өте көп. Сол көрермендерімізге жетсе екен дегенбіз. Оларға осындай арзан, тиімді, сапалы, табиғи. Елдің бәрі қазір табиғи өнімге көшті. Жасанды өнімдер, химиялық өнімдер өте көп шетелден әкеліп жатқан. Жақсыны көрмекке деген. Бір 15-20 минутта мен жақсы демалып алдым, Аллаға шүкір. Таңертеңнен бері эфир жүргіземін деп дайындаласыз ғой енді. Құран оқып дайындаламыз, намаз оқып дайындаламыз, Алладан сұраймыз. Әрі қарай Алла өзі сөздің киесін қондырған, сөйлеп кете береміз ғой. Дегенмен сыртқы піші мен ішкі пішісін бір-бірімен астасып жатса, нұр үстінен нұр. Ғалия ханым, Лаура, сізге қолдарыңызға Алла шипа беріп, осындай әр уақытта елдерге шуақтарыңызды төге беріңіздер. Бүгін мен бір керемет жаңа бақ қонып қыдырдарған біздің миллионер Ғалия ханым мен біздің жерлес өскемендік, оның келіні Лаурамен бірге болдым. Жақсы күн бүгінгі күн. Құрметті көрермендер, жақсы адаммен бірге жүрсеңіз жақсылыққа жетесіз. Жақсы адамдармен бірге болыңыздар. Байланыс нөмірі экранда беріліп тұр. Ал бетім сондай жеп-жеңіл бір ауыр бір жүк болады ғой, пойызбен тартып келген. Сондай нәрседен құтылған сияқты болдым. Содан кейін көңіл күйім көтеріле бастады, және өзімді қаншайым сезіне бастадым. Өйткені өзіме уақыт бөлдім ғой. 20 минут уақыт бөлінді. Аллаға шүкір. Барлық мақтау Аллаға тән. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Сау, саламатта болыңыздар. Сіздерге, құрметті көрермендер, соңғы сөзім. Бірінші ниет етіңіздер, екінші Алладан тілеңіздер, үшінші білім өзі келеді, әрекет етсеңіздер болғаны берекет сіздердің барлықтарыңызға Алла нәсіп етеді. Амин.